көрмесе болмайды ма мына жерде? Менде шықпай жатыр екен. Білмеймін. Дұрыс ұстап тұр ма? Қабыл алып көрейін қазір. Қалайсыздар? Нормально болып тұр ма бәрі? Қазір көрейік. Орын ауыстырдық. Енді ұстау керек деп ойлаймын. О, Дана ханым, күшті. Нормально болып тұр ма енді? Енді естіп тұрмын, А, Енді керемет болды. Жаңа енді кіріп жатқан оқырмандарға айта кетейін, тырнақ күтімі, қол күтімі жайлы сұрақтарыңыз болса, қазір дайындап отырыңыздар. 15 жылдық тәжірибесі бар Салтанат ханым өзінің жаңағы тырнақ неге сына береді, сол жайында толық ақпарат береді. Жалпы сынғанда емес, пилканы да қалай дұрыс таңдау қажет, сол бойынша ақпарат берейін деп отыр. Айта беріңіз, Салтанат әпке, жалпы қазір бәрін тырнағы сынғыш қой. Өте әлсіз, неден болуы мүмкін. Қазір мынау көктем айында тырнақ негізі өте қарқынды өсетін кезі да. Егер тырнағымыз табиғи тырнақ туралы айтайын, мен қарқынды өсетін. Дәл қазір осы D витамині өте көп беріледі да бізге. D витаминін қабылдағаннан кейін тырнақ қарқынды өсетін уақыт қазір. Не істесек те осы уақытта істеп тырнағымызды емдеп дұрыс пилкалайтын болсақ, керемет өседі. Бірінші айтып кетейін, жаңа суды дұрыс қолданбаймыз дедім ғой. Суды дұрыс қолдануымыз керек. Біздің организміміз суды көп требовать еткеннен кейін, көп жағдайда қыздар шай ішеді, сок ішеді, сосын жастардың арасында Red Bull бар, Дизи бар, олар жатпайды. Біз таза, кәдімгі табиғи су ішуіміз керек, газдалмаған. Сол кезде ол да тырнағыма әсер етпейді деп ойламаңыздар. Етеді, мен сіздерге 100% гарантия беріп айтам. Етеді. Табиғи тырнаққа су өте қатты әсер етеді. Біз өмірде де алған кезде барлық нәрсе судан тұрады. Біздің тырнағымыз 80% кератиннен тұрады да, 10% су, 10% майдан тұрады. Май ол тырнақтың үстіндегі жылтырап тұратын ең үстіңгі қабатымыз, сол май, жылтырататын май. Көп жағдайда біз қыздарында пилканы пайдаланған кезде, көрініп тұр ма? Пилканы пайдаланған кезде бір жағы ірі болады да, бір жағы қалың, ірі, бір жағы жұмсақ болады. Сол натуральный тырнақ, өзіміздің табиғи тырнаққа келген кезде, біз осы тырнақ пилканы, егегіш дейміз ғой, жұмсақ жағын қолдануымыз керек. Жұмсақ жағын. Кейбір кезде қыздар осы пилканы сатып алып жатқан кезде де көңіл бөлмейді осыған. Пилка ма, пилка дейді, алып кете саламыз, негізінде. Көп жағдайда білмейді оны қыздар. Амна пилканы алып жатқан кезде цифрасына қарайық, мына жерде 180, 240 деген жазу болу керек. Қанша жаңағы саны үлкен сан, сол тырнаққа, жаңағы табиғи тырнаққа арналған болып есептеледі. Өйткені ол жердегі егегіш жұмсақ болып келеді. Біздің натуральный тырнақтарымыз өте әлсіз ғой енді. Ол натуральный болғаннан кейін, табиғи болғаннан кейін, ол әлсіз болып келгеннен кейін, оған біз қатты егесек не болады, оны өзіміз былай ойлаған. Логично ойласақ та, біз оның өсу процесін бүлдіріп жібереміз да, тырнағаннан кейін, қатты ірі қылып тырнағаннан кейін, тырнағымыз біздің негізі 120 қабаттан тұрады. Микроскоппен қарағанда ол негізі өзінің анатомия бойынша 120 қабаттан тұрады. Ал біздің еркін қабаттағы жаңағы ұзындығымыз, ол еркін өсетін жаңа свободный край дейміз ғой. Тырнақтың ұзындығы, жастықшадан ары қарай өткен ұзындық, ол өте не болады? Сондайға бейім болады да, оны өткені ол біздің тырнақтарымыз өте өзіне қабылдағыш та дүниені, жақсыны да жаманды да кеуек болып есептеледі. Кеуек тырнақтарымыз пористый болады. Оны мен ойлап тапқан жоқпын, ол негізі өзі Алланың жаратылысымен тырнақтарымыз кеуек болып келеді. Сондықтан ол ұш жағындағы өскен ұзындық не болса да соны өзіне тез қабылдайды. Сол қабылдаған себебінен біз көп жағдайда қыздар ыдысты жуған кезде не істейміз? Перчатка киюге ерінеміз, қойшы перчатканы. 2-3 жуа салайыншы, 2-3 ыдыс қой, 5-6 ыдыс қой деп, сонымен ол жалғаса береді, өмір бойына жалғасып келе кетеді сөйтіп. Оны жастайыңыздан үйрену керек негізі. Перчатка киіп, пилканы айтып кеттім, пилканы таңдауда, сосын перчатка киіп істесеңіздер, қыздар, тырнақтың өсу қарқыны 35 жасқа дейін жақсы өседі жастарда.
күшті өседі. Иә, 35 жасқа дейін ол бір сондай бір қарқынмен өседі. Жаңағы біздің организміміз өзі солай неткен ғой, енді жаратылысымыз солай ғой. Өзі жас келе бәрі нәрсе баяулайды, иә. Бұл тырнақ та солай баяулайды. Сол уақытқа дейін біз 35-ке дейін осы тырнағымызды күшті күтіп, қол күтімін үйде күшті жасайтын болсақ, перчаткамен жұмыс істейтін болсақ, біздің тырнағымыз сынбайтын болады. Суды қабылдасақ. Көп жағдайда қыздар перчатканы кимейді. Өйткені ерінеміз қыздар. Біздің үстіңгі қабатымыз, мына тырнақтың үстіңгі қабаты, иә, көрініп тұр ғой, иә. Үстіңгі қабаты осылай өзі табиғи жолда жылтырап әдемі болып тұру керек та. Жылтырап тұру керек. Ол үстіңгі қабат маймен қапталған негізі. Өзі былай. Алланың құдіретімен ол май қабаты да, ең үстіңгі қабаты, защитный слой дейміз бізде. Сол май қабатын ыдыс жуған кезде фейридің ішінде қандай не бар? Майды еріткіш заттар бар ма? Майды еріткіш ма? Иә, бар, иә. Ол тырнақтағы майды не істейді? Ол да ертіп жібермей ма? Ертіп жібереді. Сондықтан біздің тырнағымыз сол май қабаты еріп кеткен жағдайда не істейді? Бәрін өзіне сіңіре бастайды да, ол құрғай бастайды. Құрғақ тырнақ не болады? Сыңғыш болады, иә? Ол енді сыңғыш болады. Сондықтан оны сындырмау үшін осылай жастайымыздан перчатка киюге шақырамын. Перчатка киіп жұмыс істеп үйренсеңіздер, әлбетте тырнақтарыңыз күшті болады. Мен гарантия беремін сіздерге. Одан кейін киетін болдық қой перчатка. Иә, перчатка кию керек, сосын пилка таңдауымыз керек. Өте пилка таңдағанда көп адамдар оған не бермейді. Ой, пилка ма, пилка. Мән бермейді, иә. Сөйтеміз да біздің тырнағымыз нашар, мен тырнағым не істесем де өспейді деп айтады. Осы сөз мені күйдіреді бұлай айтқанда ше. Шынымен айтайыншы бұлай енді. Шындықты айту үшін шықтың ғой осында. Сен тырнағыңда бірдеңе жасасаң, сен тырнағың әдемі болмауы мүмкін емес. Мүмкін емес. Сен дұрыс пилканы қолдансаң, дұрыс су қолдансаң, перчатка киюді мен бірінші айтар едім, перчатка киіңіздер қыздар. Өйткені біз фейри, даже ыдыс, фейри деп үйреніп кеттік қой, посуда жуатын. Қандай ыдыс жуғыш қолдансаңыз да, оның ішінде майды ерітетін қоспалар бар. Ол әлбетте бар. Оның составының ішін оқып қарсаңыз, барлығында бар. Ол тырнақтың жаңағы майын ертіп жүреді. Ол бірінші ертіп жүреді. Сол үшін тырнақтарымызды крем жақтым болды деп ойлайды көп адамдар. Крем де жағуымыз аз. Крем емес, біз май қолдануымыз керек. Май, табиғи май. Біздің теріміздің қабылдау несі? Өз арнайы бола ма майлар? Жоқ, оған любой май қолдана беруге болады. Любой май. Қандай үйіңізде май бар? Негізінен кез келген үйдегі. Мен оны сатып алғыңыз, тырнаққа арналған сатып алғым келеді десеңіз, онда сатып алуға болады. Миндальное масло. Естілмей қалды, е? Дана? Мені қосыңызшы дейді. Дана. Естілмей қалды, Дана. Даусыңыз шықпай тұр дейді. Менен ба дауыс? Неден болуы мүмкін, дауыс шықпай қалды, е? Естілмей қалды. Дауыс шықпай қалды.